Міне, мынау мына жерде болды. Қандай қызық. Дея, сен де біздің ғаламшарды зерттеумен айналысып кеткенсің бе? Ал сен қайдан білдің? Менің телепатиялық қабілетім кінәлі. Қандай қабілет дейсің? Телескопиялық дейсің бе? Телепатия деймін. Ол дегеніміз алыстан адамдардың ойын оқи аласың. Рас па? Шынымен деме? Ойнап айтамын. Ал сенің қызығушылығың туралы білу оңай. Сен соңғы кезде глобусқа көп қарайтын болыпсың. Бір нәрсені оқисың да глобусқа қарайсың. Иә, Равиль, маған біздің ғаламшарымыз өте қызық. Қазір мен бұрынғы көне адамдардың біздің жерді қалай елестеткенін оқып жатырмын. Олардың кезінде ракета, космос деген болған жоқ қой. Сонымен қалай болған екен? Мысалы, көне Индияда жерді пілдің арқасында жатқан жазық ретінде елестеткен, ал пілдер тасбақалардың сауытында тұр деп есептеген. Мәссаған, сонда пілдің көлемі қандай болған? Немесе піл тұрған тасбақа қандай болған екен? Ал Вавилонда адамдар жерді тау ретінде елестеткен. Тау дөңгелек, кесе секілді, ал оған аспан тіреліп тұр. Вавилондықтар аспанды жердегідей құрғақ, су және ауа бар деп есептеген. Ал бұл Вавилон қайда? Қазір ол жоқ. Ол заманауи Ирак елінің орнында болған екен. Түсіндім. Ал көне гректер біздің жерді қалай елестеткен? Олар жақсы теңіз жүзушілері болған ғой. Ал гректер жерді жауынгердің қалқаны секілді дөңес деп ойлаған. Құрғақ жердің жанынан көл, мұхит ағады, ал жердің астында мұз күмбезі бар деп есептеген. Қандай қызық, Дея. Айтпақшы, сол гректер біздің ғаламшарымыздың дөңгелек екенін мойындаған. Көне ғалым Аристотель жердің дөңгелек екенін дәлелдеген бірінші ғалым. Маған қызығы, көне адамдарда біздікіндей техникалар болмаған. Сонда жердің дөңгелек екенін, жер жүзінің бар екенін, ғаламшардың бар екенін қалай білді екен? Менің ойымша, біздің ғаламшардың қандай екені қай кезде де адамдарды қызықтырған. Балалар, әр суретке сәйкес жазуды таңдаймыз. Біз бірінші суреттерге назар аудару, оны санауымыз керек. Одан кейін оны мына бір тұрған өрнектермен сәйкестендіреміз. Бірінші дөңгелектерді санайық. Қызыл түсті дөңгелегіміз нешеу? 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс, 5. Ал сары түсті ше? 2. Жақсы. 5-ке 2-ні қоссақ неше болады, балалар? 7. Жақсы. Осы 7 дөңгелектен мен 2 сары дөңгелекті алып тастадым. Жақсы. Яғни бұл жерде азайту амалы орындалады. Ал қай жазу осы суретке сәйкес келеді екен? Кәне қарайықшы. 5 қосу 3 сәйкес келе ме? Жоқ. Бізге азайту амалы керек. 8 азайту 1. Дұрыс па? Жоқ, бізде бар болғаны 7 дөңгелегіміз бар. 10 азайту 4. Жоқ, бұл да сәйкес келмейді. Келесі қосу таңбасы. Бізге азайту таңбасы керек. 6 азайту 1. Жоқ, 6 ол 7 санынан кіші. Ал бізге 7 саны керек. 7 азайту 2. Кәне дұрыс па? Осы жазу суретке сәйкес келе ме екен? Дұрыс айтасыңдар, сәйкес келеді. Жақсы. Ал осы суретке ал келіп қоямыз. Енді жауабын да бірден жаза кетейік. 7-ден 2-ні азайтсақ неше болады? Кәне дөңгелектеріміз санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. 2 дөңгелекті алып тастағанда менде 5 дөңгелек қалады екен. Жақсы, 5 санын әдемілеп жазамыз. Келесі, менде қанша дөңгелек бар екен? Бәрін бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8. Мен қызыл түсті бір дөңгелегімді азайтамын. Кәне, сонда 8 азайту 1 деген өрнекті маған табуым керек. Кәне қарайықшы. Таптық па? Жарайсыңдар балалар. Кәне, сәйкестендіреміз. Бірден жауабын жаза кетейік. 8 азайту 1 тең болады.
Кәне, дөңгелектер санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қызыл түсті дөңгелекті санамадым. Себебі мен оны азайттым. Жақсы, 8 азайту 1 тең болады 7. Жақсы, келесі балар қараймыз. Менде 3 қызыл түсті, 3 жасыл түсті дөңгелегім бар. Мен барлық дөңгелектердің санын қосқанда, менде неше дөңгелек болады? Кәне, таптық па? Жақсы бар. Онда мен қосу амалы орындалған өрнекті іздеймін. 5 қосу 3 сәйкес келе ме? Жоқ, менде 5 емес, 3 қызыл түсті дөңгелегім бар. 3 қосу 3 дұрыс бар. Осы өрнек сәйкес келеді. Суретпен біріктіреміз. Енді санаймыз. Барлығы неше дөңгелек? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цифрын әдемілеп жазамыз. Бір қайталап өтейік бар. 8 азайту 1 тең 7. 3 қосу 3 тең болады 6. 7 азайту 2 тең болады 5. Жақсы балар, жарайсыңдар. Енді келесі қатардағы суретке қараймыз. Бұл жерде алмалардың суреті тұр. Неше қызыл түсті алма? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қызыл түсті алмам бар екен. Ал сары түсті алма нешеу? Таптыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар, 4. Енді бар, осы 4 сары түсті алманы мен үлестірдім. Яғни таратып тастадым. Менде ол алма жоқ деп есептейміз. Сонда менде неше алма қалады? Иә, менде тек қана қызыл түсті алмалар қалады. Ал сары түсті алмалар менде қалмайды. Енді осы суретке сәйкес өрнекті қарайықшы кәне балалар. Азайту амалы орындалады бұл жерде, иә? 5 қосу 3. Жоқ, бұл өрнек сәйкес келмейді. 10 азайту 4. Дұрыс. 10 азайту 4 өрнек сәйкес келеді. Менде барлығы 10 алма болды. Менде 4 сары алма. Мен оны үлестіріп тастадым. Менде тек қана қанша алма қалады? Дұрыс. 6 қызыл алмам қалады екен. Жақсы. Келесі, қандай фигура балалар бұл? 3 бұрыш. Жарайсыңдар. Енді 3 бұрыштардың түстері бірдей ме? Жоқ. Менде 1 3 бұрышым қызыл түсті. Ал қалған 5 3 бұрышым көк түсті. Енді менде 6, барлығы 6 3 бұрыш. Оның біреуі қызыл 3 бұрышты мен сызып тастадым. Яғни өшіремін. Менде неше 3 бұрыш қалады? Санаймыз кәне. 1, 2, 3, 4, 5. Біреуін өшірдім. 6. 6-дан 1-ді азайтамын. Кәне, осы өрнекті табайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Ол міне тұр, кәне, сәйкестендіреміз. Бірден жауабын жазамыз. Неше 3 бұрыш қалды? 6 азайту 1 тең болады 5. Өте жақсы балалар. Қандай ақылдысыңдар? Бірден бәрін біліп отырсыңдар. Енді балалар, келесі менде қандай фигура? Иә, бұлар шаршылар. Неше шаршы бар кәне? Қызыл түсті шаршыны бірін санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қызыл түсті. 1, 2, 3, 3 жасыл түсті шаршым бар. Мен бұл жерде сызып тастадым ба? Жоқ, сызбадым. Онда мен қандай амал орындаймын? Дұрыс айтасыңдар, қосамын, яғни барлық шаршылардың саны неше болатын табу үшін қосу амалын орындаймын. Қосу амалы бар өрнек менде бар ма? Таптыңдар ма? Мен де таптым, міне тұр. Жақсы балалар, кәне сәйкестендіреміз. 5 қосу 3 тең болады менде неше? Оны білу үшін кәне қызыл түсті және жасыл түсті шаршыларымызды бірге қосып санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 қосу 3 тең болады 8. Жақсы балалар. Менде артық сурет қалған жоқ па? Ал өрнектерші артылған жоқ па? Онда біз барлық амалдарды дұрыс орындадық деген сөз. Енді балалар, кәне шығарған есебімізді тағы бір қайталап өтейік. 5 қосу 3 тең 8. 8 азайту 1 тең 7. 10 азайту 4 тең 6. 3 қосу 3 тең 6. 6 азайту 1 тең жауабы 5. 7 азайту 2 жауабы 5. Жақсы балалар, жарайсыңдар.
Дея, қара, менде 10 кеме бар. Қане, бұл біздің теңіз жүзушілер болсын. Иә, және олар теңіз саяхатына шығады. Міне, олардың 5-еуі Грекия еліне аттанады. 1, 2, 3, 4, 5. Ал оның артынан 3-еуі кетеді. Барлығы 8 кеме болды. Міне, біздің кемелеріміз Грекияның жағалауына келіп жатыр. Және біреуі басқа жаққа бағытын бұрды. Ол Египетке кетті. 8 азайту 1. 7 кеме қалды. 2 күннен кейін олар мына 7 кемеге қосылды. Енді олар 9 болды. Бірнеше күннен кейін 4 кеме Грекиядан кетеді. 9 алу 4 тең болады 5. Міне уақыт өте келе, барлық кемелер бір суда кездеседі. 1 қосу 4 тең болады 5. Олар тағы да 10 болды. Енді олар қайда кетті? Кейін ойнайықшы, әйтпесе менің қарным ашты. Жүр, түскі ас ішіп, сосын біздің кемелеріміз қай жаққа баратынын ақылдасайық. Келістік. Бүгін біздің миымыз біраз жұмыс жасады, иә? Достар, қане айтыңдаршы, ал сендер біздің ғаламшарымыз туралы не білесіңдер? Бізге жазып, білімдеріңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар!